Сәлеметсіздерме, каналымыздың құрметті көрермендері және 1С программасының қолданушылары. Бүгін біз сіздерге 2025 жылы ГПХ келісім шарты бойынша стандартты 14 МРП шегірімі тақырыбына нұсқа көрсетеміз. Сатып алу тарауына кіреміз. Тауар мен қызмет түсімдері. Мысалға, қазір қызмет түсімін көрсетейік. Міне мен контрагентті таңдадым. Қызмет сомасы 100 000 теңге болсын. Жазу түймесі, өткізу түймесі. Мұнда байланысқан құжаттар бар. Сіз негізінде құру, түсім кезінде салық есептеу дегенді басасыз. Мұнда контрагенттің өзін басамыз. Және мұнда жеке тұлға, яғни физлицо бар. Оны ашамыз. Мұнда ИПН бойынша деректер дегенге кіреміз. Және мұнда жаңа мәлімдеме құру. Мұнда ОПВ, ВОСМС, стандартты 14 МРП дегендерді қосамыз. Міне осындай жолмен біз ГПХ келісім шарттары бойынша стандартты 14 МРП шегерімді қосамыз. Құрметті көрермендер, осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса, біздің кеңес беру желісіне хабарлассаңыз болады. Келесі сабақтарда көріскенше.